Ал Раббың саған қарсы болса, онда кімнен күтесің дейді. Ажар анамыздың тәуекелінің нәтижесінде біз бүгінге дейін қаншама қажылар барып, умрада зәмзәм суын ішеміз. Пайғамбарлар сонша қызмет етті, сахабалар осындай дүниелер жасады. Олардың қасында мен жасап жатқаным дым емес қой. Себебі бұрын сіз мысалы еркін жүрген болсаңыз, қазір сіз еркін жүре алмайсыз. Кешке біреуді күтіп алу керек, сіз оған тамақ істеуіңіз керек, тағысын тағы сіздің құлшылықтарыңыз да ауысады ғой. Сөйтіп қыздар исихараны тек қана жігіттерге оқымайды екенбіз. Ұйқым қанбай қойылды деген сияқты біз таңда тұрғанда шағыммен оянғандықтан біздің көңіл күйіміз кешке дейін шағыммен өтеді. Қыздарменен нақты бөлсекші, мысалы біздің уақытымыздың берекесі кіру үшін жасау керек 3 амал. Үйіме барып бір кәдімгі ыстық жаңағыдай шаймен шоколад жеу маған ең үлкен ресурс екенін түсіндім. Осыны бірнеше минут жасаудың өзі кәдімгідей күшті сізге не сыйлайды екен, тыныштық сыйлайды екен. Айнұр ұстаз өте жақсы техникамен бөлісті. Шайнап бердік деп айтсақ та болады. Өзгеріс сен әрекет етіп бастаған кезде болады. Және біз әрекетіміз үшін сұраламыз, нәтижесі үшін сұралмаймыз. Баршаңызға Алланың сәлемі мен берекесі болсын. Сіздер Айнұр ұстаздың YouTube арнасындасыздар, және де сіздермен бірге тағы да Нұр жобасы. Нұр жобасында Айнұр ұстаздың көрермендері Айнұр ұстазға өздерінің көкейде жүрген мәселелерін, сұрақтарын қою арқылы ұстаздан тікелей жауап алатын болады. Сіздерді осы жобада көргенімізге қуаныштымыз. Бізге келіп отырған, тікелей эфирде отырған көрермендерімізге қош келдіңіздер. Алла разы болсын келгендеріңізге, және де бізді экранның ар жағында көріп отырған көрермендерге де қош келдіңіздер. Сіздерге пайдалы боламыз деген үміттеміз. Және де әрине біздің ең сүйікті ұстазымыз Айнұр ұстаз. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір, рахмет. Айнұр ұстаз, айтпақшы, құттықтап қойсаңыздар болады. Осы уақытқа дейін 5 жыл, иә? Айнұр ұстаз ешкімге айтпай 5 жыл жасырын ілім алып жүрген. Қазіргі уақытта енді бисмилля деп сол 5 жылдық ілімін біз сіздерменен бөлісіп бастады. Айнұр ұстазды құттықтасақ болады. Осы жақын арада ICU халықаралық сертификатталған коуч атанды. Ұстаз, құтты болсын, іліміңіз халықтың імбетке қызмет ететін ілім болсын. Амин. Алла разы болсын, рахмет. Енді біз ұстазды тек қана білікті, білімді ислами ұстаз ретінде ғана емес, коуч ретінде де тани аламыз. Коуч ретінде де ұстазға өзіміздің сұрақтарымызбен келе аламыз. Коуч ретінде де ұстаздан ілім ала аламыз. Иншалла. Ұстаз, онда бірінші сұрақты мен қойсам, осы коучтық жолыңыз туралы кішігірім өзіңізді коуч ретінде көрермендерге, қазір келіп отырған көрермендерге де, экран ар жағындағы көрермендерге де айтып кетсеңіз. Бисмилля. Жалпы коуч ретінде мен 5 жыл бұрын карантиннен алдын білім алып бастаған болатынмын. Ол кезде негізі мен өзімді мазалайтын мәселелермен бастаған болатын. Яғни мендегі мақсат бір коуч ретінде танылу, немесе коуч ретінде жұмыс жасау деген ол кезде болған жоқ. Ең алғаш мен тұлғалық даму консультанты деген мамандықты оқыдым. Себебі біз Аллаға шүкір мешітте 10 жылдан аса қызмет еттік. Мешітке қаншама қыз келіншектер бізге күндіз түні неше түрлі мәселемен келетін. Сол мәселелерін келіп жүрген кезде мен нені байқадым? Мен олардың бүкіл айтқан мәселелерін өзіме қабылдап алады екем. Содан оның танымайтын күйеуін, танымайтын енесін онымен бірге қоса жек көріп, былай айтқан кезде сондай халде жүрдім. Одан кейін бұл нәрсе неге менде болып жатыр деп, менде тіпті кейде жатып қалатын да кездер болды. Сол кезде, яғни басқалардың эмоцияларын қабылдаған. Басқалардың эмоцияларын қабылдап, басқалардың проблемаларын ойлап, яғни үйге келсем де таңда келіп кеткен қыз-келіншектердің мәселесін ойлап жүретін болдым. Сол сәтте мен бір нәрсенің дұрыс емес екендігін түсіндім. Өйткені мен білетінмін оны Алла шешетіндігін, бірақ белгілі бір себептермен оны өзіме қабылдап алып жүрдім. Және ең қиыны біздің қызметте жүрген адамдар егер бір көмек көрсете алмаса, өздерінде өзін өзі кінәлау, өзін өзі жеу, нелер қосылып кетеді, сезімдері.
кейін Алланың қалауымен 2019 жылы қателеспесем ең алғаш осы тұлғалық даму консультанты мамандығын оқып бастадым. Міне сол кезде бізге жалпы түсіндірді. Келген адамның мәселесі ол келген адамдікі. Сіз оны шеше аласыз, шеше алмайсыз, мәселе ода емес. Сіз оны шешіп беруге де міндетті емессіз. Кейбір келіншектер шын мәнінде ол жай ғана ішіндегісін айтып тастау үшін келеді. Оған шешім керек емес. Олай болса біз қалай көмектесе аламыз деген сияқты жаңағыдай оқудым. Басында мен ол оқуды оқиын деп оқыған жоқпын. Басында айтып тұрмын ғой, өзімнің мәселелерін шешейін, менде не болып жатыр деген мақсатпен барған болатынмын. Оны өзімнің бойымнан өткізгеннен кейін арнайы мамандық ретінде оқыдым. Одан кейін ары қарай мен консультация қабылдап жүрдім біраз уақыт, бірақ та бәрібір көбісі мен ұстаз ретінде танығаннан кейін ақылы консультация деген кезде енді әрине реніштері туды кейбіреудің деген сияқты, бірақ барлық адамды тегін қабылдап, барлық адамды, әйелдерді, қыз-келіншектерді құтқара алмайтындығымды мен анық түсіндім. Және психология бар ғой, тегін нәрсенің құны жоқ негізінде. Иә, психология бар, тегін нәрсенің құны жоқ деген, бірақ білесіз бе, сен Алла үшін деген нәрсені қатты сіңіріп алған кезде сен ақылы жасасаң да өз-өзіңді кінәлап бастайсың. Осылай мен консультация қабылдауды сол кезде қойып кеттім біраз уақыт. Кейін 2023 жылы қайтадан мен Эриксон коуч халықаралық мектебін оқып бастадым. Оны да бітірдім, Аллаға шүкір, бірақ дәл сертификация кезінде мен қатыса алмадым, денсаулығыма байланысты. Ол кезде енем қайтыс болып жатты, өзім Түркияға оқуға түскем, сол Түркияға кетіп қалдым. Сонымен мен оның сертификациясынан өтпедім, бірақ коучингті толық модульді аяқтадым. Сөйтіп, міне 2025 жылы қайтадан анау бітпей қалды деген нәрсе болды ғой. Осы жолы мен ICF емес, ICU халықаралық коуч мектебін оқыдым. Сол жерді аяқтап, осы жақында ғана сондай халықаралық деңгейде Минсктен, Украина, Беларусь, Азербайжан, сол жақтан қатысқан шәкірттермен бірге сертификациядан өттім. Шынымды айтсам, бұл мен үшін өте үлкен бір жеңіс болды. Себебі енді осы жылы мен басымнан көп нәрселер өтті деп ойлаймын. Және сол нәрсенің ішінде жүріп мен оны бітіре алғаныма қатты қуандым. Себебі сертификация кезінде маған қиын болғаны, әншейін күндері орысша сөйлей алатын сияқты көрінесің, орысша кітап оқи бересің, бірақ дәл алдыңда таза орыстар отырған кезде, таза орыстар отырған кезде сасқалақтап қалады екенсің, тілдік барьер сол кезде шығады екен. Бірақ өзім үшін сондай деңгейде отырып зуммен өтті. Қорғай алғаныма, қатыса алғаныма, емтиханнан өткеніме қатты қуандым. Және де Алла қаласа сертификатымды күтіп жатырмын. Иншалла, біз осы коучтық жұмысты бастап кеттік. Ұстаз, өте қатты қуаныштымыз. Біз негізінде көбірек қуанышты болуымыз керек. Айнұр ұстаздың коучтық дәрежені алып жатқанына, өйткені сіздің біліміңіз артқан сайын біздің де біліміміз артады, бізге де көбірек пайдалы бола бастайсыз, яғни аудиторияға, көрермендерге. Сол үшін де Алла разы болсын сізге, іліміңізді бір жерде тұрмай, ары қаратай өсіріп, осы үмметке пайдалы жұмыстар, еңбектер жасап жатқаныңызға. Бұл коуч ретінде Айнұр ұстазды біз дәл қазір не үшін таныстырдық? Өйткені жаңа айтып кеткенде бізде эксклюзивті шығарылым. Қазір бізде желтоқсан айында адамдардың барлығының миында 2025 өткен жылымды қалай аяқтадым, өткен жылымда қалай жетістікке жеттім, алдыңғы жылымды қалай көркемдесем болады, қалай алдыңғы жылымда Аллаға жақындасам болады, қалай өмірімді хаостан шығарсам болады деген ойлар келіп, адамдар жаңа жылға арман, мақсаттар қойып бастайды. Сол себептен де бүгінгі шығарылым дәл осы өткен жылды қорытындылау, жаңа жылға арман, мақсат қою, энергия, депрессияға түспеу, өмірімізді хаостан шығару тақырыптарында болады. Және осы шығарылымда сіздер Айнұр ұстазды тек қана ислами, діни, шариғи ұстаз емес, Айнұр ұстазды коуч ретінде де Алла қаласа танитын боласыздар. Сол себепті ұзақ созбай, бисмилля, бастайық қыздар, сұрақтарымыз. Бұл жерде нәрсені айтып кету керек сияқты да, кейде адамдар ойлауы мүмкін, әдейі алдын ала сұрақтарды дайындап қойды деп. Негізі ондай болған жоқ. Қазір сіздермен бірге мен де сұрақтарды алғаш естимін. Айтпақшы, бір күн қалған кезде ғана Айнұр ұстаздың сторисіне шығарамыз. Ертең бізде осы уақытта подкаст кім келе алады деп. Келгім келеді деп жазғандарға мен дайын сообщение жіберемін.
осындай жерде болады, уақыты осылай, осындай тақырыпта сұрақтарыңызды дайындап келіңіздер деп. Ол сұрақтарды мен де білмеймін, Айнұр ұстаз да білмейді, тек қана көрермендер біледі. Бізде алғашқы сұрақ. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Сізді бүгін көргеніме өте қуаныштымын. Менің сұрағым, менде жоспар құрған кезде, жылдық жоспар құру деген сияқты тақырыпқа келген кезде, менде үнемі өзімнің потенциалымды білмей қаламын да. Мысалға, мен әдетте кітап оқимын, бірақ мен бір жылда 100 кітап оқу деген сияқты жоспарлап мақсат қойғым келеді. Бәлкім мен одан да көп кітап оқи алатын шығармын. Бәлкім мен бір жылда бір шама нәрсе істей алатын шығармын. Бір аптада немесе бір кітап оқи алатын шығармын деген сияқты өзімнің потенциалымды білмей қаламын. Сол кезде маған не істеуге болады? Мысалға, күнделікті жоспарларды құра аламын, бірақ жылдық жоспарға келген кезде үлкен мақсаттарды қалай қою керектігін білмей қаламын. Күшті сұрақ. Жақсы, түсінікті. Негізі біздің көбіміздің мәселеміз осы. Біз өзіміздің қай жерге дейін шабатынымызды білмегендіктен біз не істейміз? Артығымен мотивацияға тойып алып, неше түрлі подкасттарды көріп алып, миыңды шектеме деген сөздерді естіп алып, біз не істейміз? Артығымен кейде шамамызға қарамай жоспарлар құрып алып жатамыз. Соңында оған жете алмаған кезде тағы да біз өз-өзімізді жеп, самооценкамыз түсіп жатып қалатын кездер болады. Алайда біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ең алдымен жылды жаңа өзіңіз айтып жатқандай шамаңызды білу үшін алдымен өзіңіздің өткен жылыңызға қарап көріңіз. Мысалы, сіз осы жылда қанша кітап оқыдыңыз? Мен бұрындары нақты жоспармен, жүйемен жүрмеген адаммын да. Бірақ мен әр ай сайын жаңа блокнот арнап, оған жазып, жоспар құруды ұнатамын. Бірақ әдетте 2 аптадан кейін тастап қоямын. И нақты бір кітап санын шығара алмаймын. Бірақ сумкамда жиі кітап салынып жүреді, жиі кітап оқып жүремін. 3 кітап, 4 кітап, Жоқ, 5 кітап, бір 15 кітап. 25 кітаптай ма оқитын шығармын. Яғни бұл жерде мына нәрсеге қарауымыз керек. Біз көбіне неге біз өзіміздің потенциалымызды білмей қалып жатамыз? Өйткені біз өткен өмірімізге қарамаймыз. Егер де қазір сіз мысалы осы жылда қанша кітап оқығаныңызды білсеңіз, онда сіз соған сай келесі жылға жоспар құра алатын едіңіз. Мысалы, сіз жоспарсыз жүріп, мақсатсыз жүріп, 25 кітап оқығаныңыз белгілі болса, анықталса, олай болса сіз алдағы уақытта жоспармен одан көп кітап оқи алатыныңызды білесіз. Және де қалай көбірек оқысам болады деген сұрақ сізде пайда болады, соған сай жоспарыңыз да пайда болады. Ал біз не істейміз? Осылай қанша кітап оқығанымызды білмейміз, бірақ әйтеуір оқу керек, жұрттың бәрі кітап оқып жатыр деген сияқты өзімізге әйтеуір бір санды қоя саламыз. 100 кітап жылына оқитындар, олар ұзақ уақыт өзіне әдет қалыптастырған адамдар негізі көбінесе. Сондықтан да мысалы қазір сіз 25 кітап оқыдыңыз десек, негізі мидың өзіне біз тым көп тапсырма бірден беру ол қиын. Ол оның шешетін жолдарынан шаршап қалады, ойлап қана шаршап қалады. Сондықтан да тіпті қаражаттың өзінде де x2 дейді ғой, былай айтқанда 2 есе арттырған абзал. Ол үшін қараңыз, сіз қазір енді жылына 50 кітап қоямын деп шешсеңіз, онда сізде нақты қадамдар болу керек. Ол біріншіден 50 кітаптың аты жөні жазылу керек сізде. Егер енді 50 қыламын десеңіз, болмаса осы 25-тен 10 кітапты қоссаңыз болады. Мысалы, ол сіздің шамаңызға қарай. Қандай кітаптар оқисыз? Нақты. Ол қанша беттік? Себебі сіз Абай томын оқып бітіріп, оны бір-ақ кітапқа санауыңыз мүмкін. Немесе әр томды бір-бір кітап қылып санауыңыз мүмкін. Көрдіңіз бе, бізге алдымызда нақты суретті, яғни бейнені көру өте маңызды. Картинка дейді ғой бізде. Сондықтан қандай кітаптарды нақты оқисыз? Ол қанша беттік кітап болуы керек? Осыларды білу маңызды. Және де сіз мысалы айталық былтыр жұмыс істемеген шығарсыз, бәлки студент болған шығарсыз, немесе мүлдем жұмыс істемеген шығарсыз, сөйтіп жүріп сіз 25 кітап оқыған шығарсыз. Ал биыл сіз жұмыс ауыстыратын шығарсыз, жаңа жұмысқа тұратын шығарсыз, мүмкін көп уақытыңыз жұмыста кететін шығар. Олай болса шынымен көбейтуге ол тұрарлық па, тұрарлық емес пе, оны да қарауымыз керек. Яғни мақсат, жоспар құрған кезде әркімдікі әртүрлі болады. Біз көбіне қателесетініміз, аяулым 100 кітап оқыды екен деп, мен де 100 кітап оқуым керек деген сияқты шамамызға қарамай біз не істеп аламыз? Жоспар құрып тастаймыз да. Бірақ аяулымның деңгейі бөлек, аяулымның халі бөлек, менің халім бөлек болуы мүмкін. Сіздің мына жақта мысалы 4-5 балаңыз болуы мүмкін, ал сіз келіп алып аяулыммен жарысуыңыз мүмкін да. Яғни біз түсінуіміз керек, ең алдымен менің денсаулығым, менің халім, менің жағдайым, менің мотивациям, менің уақытым ол бөлек нәрсе. Яғни менің өз жолым бар. Сондықтан сіз кітап оқуды әдетке қалыптастырамын десеңіз, ең алдымен
өзіңіздің қанша уақыт кітап оқуға бөле аласыз. Бұл бір. Екі, нақты сол кезде сіз қанша кітапты бір айда бітіре аласыз. Сол нәрсені білу маңызды. Үшіншіден, нақты қандай кітаптар оқисыз. Себебі қараңыз, оқылмай қалған кітаптың өзі кейде бізге энергиямызды жейді. Яғни сіз басыңыз бастадыңыз да соңына жетпей қалсақ, бізде не болады? Жаңағыдай, ой, мен өмір өстіп соңына дейін жетпеймін, үйтпеймін деген сияқты. Сондықтан алдын ала қызығатын кітаптарыңызды да таңдап алу бұл өте маңызды. Себебі сіз қызығатын кітапты оқысаңыз, сіз 2-3 есе арттырып оқуыңыз мүмкін да. Сол себепті әртүрлі жанрда оқитын кітаптарыңызды анықтап алу маңызды. Енді бұл кітап оқуға қатысты, потенциалға қатысты. Ал жалпы кез келген жоспарды құрған кезде де шын мәнінде біз өзіміздің шамамызды тек өткен жылды қорытындылау арқылы біле аламыз. Егер сіз тағы да қазір өткен жылды қорытындыламай жатып, келер жылға тағы мақсаттар, жоспарлар құрып тастасаңыз, онда сіз тағы да шамаңызды білмей қалуыңыз мүмкін, және де сіз не істейсіз, тағы да жылдың соңында бітпей қалған іс сияқты ол болады, яғни нәтижесін көре алмайсыз. Сондықтан мен бірінші айтар едім, жылыңызды қорытындылаңыз. Қанша кітап оқыдыңыз, нақты қандай кітаптар оқыдыңыз, ол сіз үшін миыңызға да күшті мотивация болады. Міне оқыдым, галочка қою, міне оқыдым, мынанша оқыдым, жарайсың, мысалы, мынанша кітап оқыпсың деген секілді біз өзіміздің миымызға да, мен ылғи айтам, нүкте қою маңызды. Яғни өткен жылға нүкте қою маңызды. Сол кезде бізде жаңа жылға басқаша мотивация туындайды. Ұстаз, және де қай уақытта мен 2х-ке қарай өте аламын. Мысалға, маған әр жыл сайын 25 кітапты оқу уже қалыпты болып қалған кезде ғана 2х жасасам болады ма? Бұл жерде тағы да айтам. Қазір сіз мысалы, білмеймін, 50 беттік кітаптарды алып 2х-ке бірден шығып кетуге болады. Немесе сіз қазір 25 кітапты оқыған кездегі сіздің халіңіз қандай еді, биыл сіз қаншалықты оған бөле аласыз уақыт, яғни қаншалықты сіз арттыра аласыз. Сіз алдын ала жоспарлағанда білесіз ғой, мысалы, былтыр мен 25 кітапты нандай халде оқыдым, күніне мысалы 1 сағаттан оқыдым немесе деген сияқты. Ал алдағы уақытта мен 2 сағат бөле аламын ба, немесе мен 1,5 сағат бөлетіндей менде уақыт бола ма деген сияқты, оған бір не жоқ, шектеу жоқ. Яғни сіз, мен ол үшін 10 жыл 25 кітап оқуым керек, сосын барып деген нәрсе жоқ. Ол бірден көшіп кетуге де болады. Бірақ ол үшін сіз алдағы уақытта немен айналысатыныңызды нақты білуіңіз керек. Бәлки сіз тұрмысқа шығып кетіп, бір жаққа келін болып кетіп, мүлдем кітап ашуға шамаңыз келмей қалатын шығар, біз білмейміз. Ол жоспарды да білу үшін бірінші өткенді жоспарлаймыз, өткенді қорытындылаймыз. Өткенді қорытындылағаннан кейін сізде алдағы уақытқа нақты не болады? Көрініс пайда болады. Мен биыл қалай жасай аламын деген сияқты. Сондықтан мақсат x2-ге өсіру емес болуы мүмкін да кейде. Кейде мысалы біреулер үшін, мысалы бүгінгі күні кітап оқудың да нелері бар ғой, әдістері, жаңа скорочтение дейміз, тағысын тағы. Сіз онымен одан да кітапты көп оқып тастауға болады. Бірақ сіздің кітап оқудағы мақсатыңыз не деген сұрақ? Мысалы, біз діни кітаптарды оқитын кезде оның ішіне кіріп, оны бойымызға сіңіруді ойлаймыз, ол кезде ол жай жүру мүмкін. Ал кейде біз әдеби, романтика немесе қандай кітаптарды, мысалы, әртүрлі жанрдағы кітаптарды оқуымызға да байланысты да. Сондықтан ол сұраққа жауап бермей тұрып, алдымен өткенді қорытындылап алу өте маңызды болып тұр. Жақсы, түсіндім, рахмет. Бір ғана кітаптың мысалымен негізі ұстаз бұл мысалды қолдану арқылы кез келген қаржылық жағдай, жалпы жоспар құру бойынша формуланы, тұтастай бір формуланы айтып кетті негізі ұстаз, егер түсінген адам болатын болса. Жай ғана бізде кітап бұл жерде мысал болды. Өте құнды ақпарат, қыздар, негізі қолдансаңыздар, 2-3 рет қайталап тыңдасаңыздар, бірден түсінесіздер. Осы формуламен ақ мақсат қойып алсаңыздар болады. Келесі сұрақ. Алла разы болсын, рахмет. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Менің сұрағым мынандай: Аллаға қалай дұрыс тәуекел етеміз, қалай тәуекелді арттырамыз? Себебі барлық көрермендер үшін бұл өзекті мәселе деп ойлаймын. Мына мәселеге қатысты күнделікті өмірде ананы жасауым керек, мынаны жасауым керек деп көп уайыммен жүреміз ғой. Миымыз үнемі загруженный дейді ғой, шаршап жүреді. Және ол кейін жиналып күйзеліске алып келеді. Осы мәселені қалай шешсек болады? Ең алдымен бұл жерде егер де біз Алла Тағаланы дұрыс танитын болсақ, біздің тәуекеліміз артады. Бүгін ғана біз таңертең Құранмен саяхат эфирінде осыны айтқан болатынбыз. Жалпы Алла Тағаланы тану деген нәрсе бар. Алла Тағалаға сену бар және сенім арту деген нәрсе бар.
адам сенім артуға жеткен кезде ол не істейді, тәуекел етіп бастайды. Мысалы сіз мені танисыз делік, иә, ал біреу мені сізден де жақсырақ тануы мүмкін. Көшеден анда санда рилстан көріп қалған біреу болуы мүмкін. Үшеуінің маған деген қарым қатынасы үш түрлі болады, дұрыс па? Мені жақсы танитын адам мысалы білуі мүмкін, мен оны ешқашан тастамайтынымды, оған қарыз керек кезінде мен бере алатынымды, оған бір жылау керек болса мені тыңдай алатынымды ол білуі мүмкін, маған жақын, өте жақын адам. Ал екінші адам ол яғни жақын, бірақ анда-санда көреді деген сияқты, оның маған деген сенімі қарым қатынаста білінеді. Яғни ол мен жасайын ба жасамайын ба, жақындайын ба жақындамайын ба, қай нәрселерді мен айтсам болады, қай нәрселерді айтпасам болады деген секілді ол ойлануы мүмкін. Ал үшінші адам ол тіпті менің не шеше алатынымды да білмеуі мүмкін. Сондықтан енді осы жерде Алла Тағалаға қатысты айтатын болсақ, қашан біз Алла Тағаланы жақынырақ танимыз, оған біз сене алатындығымызды, шын мәнінде ол бізді еститінімізді, шын мәнінде болып жатқан нәрсенің барлығы тек Алланың қалауымен, Алла Тағаланың қолдауымен, Алла Тағаланың рұқсатымен болатындығын білген кезде, және жаңағы біз уайымдап, бізді күйзеліске түсіретін нәрселердің барлығы да Алла қаласа ғана біздің басымызға келетіндігі, қаламаса ол біздің басымызға келмейтіндігін түсінген кезде бізде жүректе уайым кетеді негізі. Мысалы қарап тұрсақ, Ажар анамыздың оқиғасы, Ибрахим пайғамбардың жұбайы айдалаға емізулі баласымен бірге тастап кетіп бара жатыр. Сен бізді кімге тастап кетіп бара жатсың, қалай тастап кетіп бара жатсың деп Ажар анамыз сұрады ма Ибрахим пайғамбардан? Оның сұрағы не болды? Бұны саған Алла Тағала бұйырды ма деді. Өйткені ол күйеуі пайғамбар болғандықтан жайдан жай еш нәрсе істемейтінін білді де. Сол кезде ол сұрады, Ибрахим пайғамбар иә деп еді. Ажар анамыз онда Раббым мені жайдан жай қалдырмайды деп жауап берді де. Сол тәуекелінің нәтижесінде, Ажар анамыздың тәуекелінің нәтижесінде біз бүгінге дейін қаншама қажылар барып умрада зәмзәм суын ішеміз. Қаншамамыз ол кісіні көрмесек те бірақ атын атаймыз. Қаншама кісілер ол кісінің сүннетін жасайды, сағимен жаңағы сағи жасау арқылы, иә, Сафа мен Маруан арасында жүгіреді. Яғни Алла Тағалаға тәуекелінің нәтижесінде ол не істеді, осындай деңгейге жеткізді де. Сондықтан да ол не үшін олай жасады? Ол Ибрахим пайғамбарға сеніп қалған жоқ, ол Раббысына сенді. Сондықтан біз тіпті жоспар құрамыз ғой, біз жоспар құрған кезде де өте маңызды нәрселер бар. Мысалы жоспар құрдық, мақсат қойдық, иә. Осы кезде Алла Тағаламен ақылдасу маңызды да. Яғни истихара оқып, Аллах, мен міне 2026 жылға осындай жоспар құрып жатырмын. Осы жолда маған жәрдеміңді берші. Егер де осы мақсаттарым 2026 жылға қойған мен үшін хайырлы болса, мен үшін дініме, ақыретіме, дүниеме пайдалы болса, онда ол істі маған жақындат, және оны маған жеңіл қыл деп дұға етеміз. Ал егер де менің қойған мақсаттарым, жоспарларым мен үшін хайырсыз болса, дініме зияны келетін болса, ақыретіме зияны келетін болса, онда мені одан алыстат, және одан да жақсысын нәсіп етші деп дұға етеміз. Яғни біз осылай дұға етіп жасаған жоспарларымыздың нәтижесі біз ойлағаннан да артық болады. Дұрыс айтасыз, адам бір нәрсені жоспарлап мақсат құрған кезде міндетті түрде ол жерде тәуекел керек. Ал енді адам, ғалымдардың әдемі сөзі бар, егер Раббың сен жақта болса, онда кімнен қорқасың дейді. Ал Раббың саған қарсы болса, онда кімнен күтесің дейді. Дәл осыны біз түсінген кезде, осы біздің бойымызға сіңген кезде, біздің жоспарларымызда болмай қалса да сен разы боласың, өйткені ол сенің Раббыңның қалауымен болмай қалды. Егер болып кетсе, ол да сенің күштілігіңнен, ақылдылығыңнан емес, ол сенің Раббыңның қалауымен болды деген нәрсені біз бойға сіңіргенде біздің тәуекеліміз де артады, және ертеңгі күнге уайым, мазасыздығымыз да азаяды. Және тағы бір нәрсе, осы жерде Алла Тағалаға тәуекел еткен кезде біз себеп жасауды ұмытпауымыз керек. Яғни көбіне біз ойлаймыз, жаңағыдай истихара оқыдық, иә, мысалы бірінші біз жаңа жоспар мақсат құрғанда, екінші сол саланың маманымен ақылдасу маңызды. Мысалы адам Құран жаттауға кірісейін деп жатса да истихара оқу маңызды. Неге? Өйткені
біз ойлаймыз мысалы бәріміз қари болғымыз келеді жаңағы уағыздарды естіп алғаннан кейін, бірақ әркімде әртүрлі жағдай болуы мүмкін да. Бәлки қазір емес шығар сенің қарилығың, бәлки қазір шығар, біз білмейміз. Осындай кезде Құран жаттаған адамдармен ақылдасып, мен қалай күнім жоспарласам болады, күніне қанша аяттан жаттасам болады деген сияқты біз ақылдасамыз адамдармен. Дәл осы секілді кез келген мақсатымызға қатысты білетін адамдармен ақылдасу маңызды. Сол кезде олардың ақыл кеңесін тыңдаймыз. Алламен ақылдастық, адамдармен ақылдастық, соған сай біз қадамдар қоямыз да. Сол кезде бізде мазасыздық тумайды, өйткені сіз дұрыс жасап жатқандығыңызды білесіз. Бұл сүннетке сай жасау. Жолда бір нәрсе болмай қалса да, әдемі нәрсе бар ғой. Жердегі бір нәрсе Алланың бақылауынсыз қыбыр етпейді. Және жерде жаңа талдағы бір ағаштағы жапырақтың өзі Алланың қалауынсыз жерге түспейді дейді. Олай болса Алла тағала әлемде қанша жапырақ ағаштан төгіліп жатса санын білсе, қанша қар жаңағыдай жауып жатқандығын білсе, жаңбырдың қанша тамып жатқандығын білсе, онда біздің мәселемізді Алла білмей қала ма? Бізді естімей қала ма? Көрдіңіздер ме? Яғни Алла тағаланы тану осы жолда өте маңызды да. Ол кезде сен тәуекелдікте жасай аласың. Бір жерге келген кезде сен бұл рисктен айырмашылығы сол риск, ол соқыр тәуекел да. Яғни кейде сен тәуекел етпеу керек жерде де тәуекел етіп кететіндер бар да. Осыны біз түсінген кезде, сен Раббың сен жақта екендігін түсінген кезде, Раббың сенімен бірге екенін түсінген кезде, сен жоспарды да қорықпай қоясың, және ертеңгі күнге мазасыздық болмайды. Және әрекетпен үйлестіреміз. Иә, дұрыс әрекетпен маңызды. Сөйтіп қыздар исихараны тек қана жігіттерге оқымайды екенбіз. Күшті айттыңыз ба? Исихара кез келген жағдайда Алламен тілдесу, Алладан дұрыс жолын сұрау, күйеуге шығатын уақытта ғана емес. Келесі сұрақ. Осы тақырыпты қозғағым келіп жүреді, как раз айтайықшы деп, осы исихара намаз туралы бөлек бір рилс шығару керек. Сұрақ. Қыздар, сіздерде? Менде сұрақ қойғым келіп тұр. Неге? Себебі жаңағы бізде көбісі терең білім алудың маңыздылығын түсінбейтін сияқты, жай ғана ютубтан немесе қысқа бір рилстардан қарау арқылы осы мен білім алып жатырмын деп түсінеді, және осының салдарынан білім алудың маңыздылығын, оның қаншалықты терең нәрсе екенін түсінбейтін сияқты. Енді сізден сұрағым, осы білім алу жолында қандай кеңестер ұсынар едіңіз? Өзіңіз қолданатын, жаңағы білім алу жолында жаңа түрлі қиындықтар болуы мүмкін, нәпсіңізбен күресесіз деген сияқты. Студенттерге, білмеймін, кез келген білім алып жатқан жандарға қандай кеңес берер едіңіз? Терең білім алу деп сіз діни мәселеде сұрап отырсыз ба, әлде өз саласына қатысты ма? Әртүрлі, өзінің саласы болуы мүмкін, діни жағынан да болуы мүмкін, жалпы білім алу жолында. Жалпы діни білім алу жолында мен ойлаймын, ең біріншісі ол әрине Алла тағаладан жәрдем тілеу. Себебі Алла тағала Құран кәрімде бізге дұға үйретеді, иә. Робби зидни илман деп, яғни Раббым менің білімімді арттыр деп. Сонда ғалымдарымыз айтады, Алла тағала Құран кәрімде еш нәрсені арттыруды сұрауды үйретпеген дейді, білімнен басқа. Өйткені білім ол әркез артуы керек нәрсе. Білімде болдым, толдым, жеттім, осы маған жетеді деген кезең болмайды. Қанша жасқа келсек те, қандай карьерный рост дейді ғой, деңгейге жетсек те біз не істейміз? Әрдайым білімді арттыр деп сұраймыз, біріншіден. Екіншіден, өз саламыздың маманы, бүгінгі күні ментор дейді, немесе ұстаз дейді діни салада, болуы маңызды деп ойлаймын білім алуда. Себебі әсіресе біз өзіміз діни салада жүргеннен кейін, және мысалы коучингте де біздің өзіміздің коучтарымыз болады. Біз барып ақылдасатын, біз шалмай көре алмай жатқан нәрсені олар басқа қырынан көруді біледі. Сондықтан да осы кезде мысалы жаңа айтып жатсыз ғой, әлсірейсің ортасында, мысалы тіпті Құран жаттап жүрген кезде де бұндай кезеңдер болады. Сенің әлсірейтін, ары қарай болды, мен шамам келмейді дейтін, осы кезде сені қолдап жіберетін бір жаңағыдай наставниктің болуы немесе ұстаздың болуы өте маңызды деп ойлаймын. Үшіншіден, әрине ол білім алушы орта. Яғни сен қай салада болсаң да білім жолында міндетті түрде сенімен бірге орта болу керек. Және ол орта сенен мықты болса жақсы. Өйткені біз көбіне кейде өзімізден әлсіз, мысалы Құран жаттауды мен мысал алайық. Мен мысалы 30-шы параны жаттап қойдым, ал менің қасымдағы ортам 30-шы параны енді бастап жатыр десек, мен не істеймін? Аналарға қараймын да, мен 30-ды жаттап қойдым, олар маған бірінші жетіп алсын деп, менде өсу тоқтап қалады.
Ал енді мен бахара жаттап жүргендермен бірге болатын болсам, мен не істеймін? Бахараны білмеймін ғой мен. Олай болса мен тырысам бахараны да олармен бірге жаттауға. Сондықтан бұл жерде орта болу өте маңызды. Білім жолында сенің жаңа қисайып бара жатқан кезде қасыңда бір сөйлесіп, бір шай ішіп, жаңағыдай сені түзеп жіберетін деген секілді. Төртіншіден, әрине демалыс. Біз көбіне, ол діни салада жүргендер де оны мойындайды деп ойлаймын. Басқа салада да, әсіресе трудоголиктер бүгінгі күні жұмыста болсын, біз демалысты да жоспарлауды ұмытпауымыз керек. Өйткені көбіне біз оқу дейміз де, біздің демалысымыз қалып кетеді. Немесе оқу дейміз де, бізде жұмыс дейміз де, біздің демалысымыз қалып кетеді. Алайда керісінше біз демалыстың өзі осы жолда болатын болса, яғни мен қазір демаламын, ертең білімімді жалғастыру үшін деген. Немесе мен қазір демаламын, мен одан сайын жақсырақ білім алу үшін деген бізде ниет болатын болса, онда біздің демалысымыздың өзі не болады? Құлшылық болады. Көп біздің қателігіміз 7 күн оқи беру керек екен. 7 күн тіпті мынау Құран жаттайтын кісілердің өзі айтады бізде. Құранға кәдімгідей ашылмай қалатын кездер болады дейді. Жаттап жүрген кезде кәдімгі жаттағың келмей қалатын. Сондай кезде бізді ұстаздарымыз босататын дейді. 1 күнге, 3 күнге барып кел деп жаңағыдай босататын дейді. Сөйтіп жаңа 3 күн демалып қайтып келген кезде біздің одан сайын Құранға деген жаңағы махаббатымыз ашылып, ары қарай жаттап кететінбіз дейді. Және де әрине өзіміздің шамамызды білу, білім алу жолында. Өйткені қай салада болсын, егер де мысалы сен математиканы шығара алмайтын болсаң, сен математиканы оқи бергеннен кейде қаза бергеннен, яғни пайда болмауы мүмкін. Бәлки сенікі қазақ тілі шығар, бәлки сенікі медицина шығар, біз білмейміз, Алайда әрине, егер талпыныс бар болса, түбінде жететініңізді білеміз, бірақ қаншалықты ол сенікі екендігінде анықтау маңызды секілді. Одан кейін тағы да бір маңызды нәрсе, білім алу кезінде бұл жоспарлау. Яғни біз уақытымызды жоспарлау. Себебі көбіне біз не істеп жатамыз? Білім алу кезінде біз уақытты жоспарлай алмағандықтан біз әрдайым білімді дұрыс алмаған секілді боламыз, немесе шынымен де дұрыс алмаймыз. Сондықтан да білім алатын адамның түрлері болады, Біреу айтады ғой, жарғанат секілді болады, біреу түнде оқиды, біреу таңда оқиды. Әркімнің өзінің білімге ашылатын уақыты болады. Сол уақыттарды біз өзімізден білуіміз керек, және сол уақыттарда біз не істейміз? Барынша күш жігер салып қалуымыз керек. Одан кейін тағы бір маңызды нәрсе білім алу жолында бұл әрине денсаулық мәселесі. Себебі біз білеміз, көптеген студенттер не істейді? Жаңағыдай не деп айтады? Донер, бургер деген сияқты фастфудтарды жеп денсаулығын құртып алады көп кісілер. Және дұрыс ұйқыны да жоспарламағандықтан не істейді? Ұйқы безі де бұзылады. Осының барлығы, яғни денсаулық қой. Білім алу кезінде денсаулық өте маңызды. Қараңыздаршы, сіз мысалы Құран жаттап жатырсыз делік, сондай бір үлкен құлшылық жолындағы білім. Алайда сен Құран жаттау үшін де саған денсаулық керек. Біздің бір ұстазымыз бар еді, сол кісі жаңағы білім алып жүрген кезде өте аз ұйықтап асқазанын құртып алған ғой. Ол кісі қазір қанша емделсе де ол хронический болып кеткен. Сонда ол кісі бізге ылғи айтады: Айнұр, жаңа уақыттарыңды реттеңдер және денсаулықтарыңа қара. Білім алу үшін де денсаулық керек дейді. Жай ғана қараңызшы, сіз білім алып жүрсіз, Құран жаттап жүрсіз, немесе медицина оқып жүрсіз, бір күн тісіңіз ауырса, сіз сабаққа қарағыңыз келмей қалады ғой. Олай болса, біз тісімізді алдын ала күткеніміз жақсы. Немесе сен асқазаның бұзылса, саған ешқандай тамақ жақпайды. Одан да сен фастфудқа кеткен ақшаны үйде дұрыс тамақ жеуді қолға алатын болса, онда біздің білім алу жолымыз да ұзағырақ болады. Сондықтан да бұл жерде өте маңызды негізгі нәрселер осы деп ойлаймын. Рахмет, көп-көп, Алла разы болсын. Бізде қазақтарда мазохистік көп қой. Қинау. И ондай нәрсе мен өзімде де болғанда бұрын чувство вины болатын. И мен енді дін жолында қызметтемін ғой. Шаршаған кезде, шаршағанды өзіме мойындағым келмейтін. Пайғамбарлар сонша қызмет етті, сахабалар осындай дүниелер жасады. Олардың қасында мен жасап жатқаным дым емес қой. Жоқ, маған демалуға болмайды деп. Сол менде қазір өзімнен сұрақ туындап жатыр да, сол чувство виныдан қалай арылса болады, өз-өзіңді кінәлаудан. Сен біліп тұрсың, жетіп тұрсың уже пикқа, шаршадың, ары қарай жасай алмайсың. Бірақ бір чувство вины тұрады. Жоқ, мен қазір жасауым керек деп, содан қалай арыламыз? Бұның артында негізі кейде тәкаппарлық болуы мүмкін. Мен бүкілін мен ғана жасаймын.
мен жасамасам кім жасайды деген сияқты өзімізге артық жүк алып алу болуы мүмкін осы нәрсенің артына, яғни мен демалмай істеймін деген сияқты нәрсені, тіпті діни қызмет болса да. Біз жаңа айтқандай діни қызмет үшін де күш қуат керек, діни қызмет үшін де қаражат керек, діни қызметтің өзінде былай айтқан кезде не керек бізге? Денсаулық керек. Енді сахабалардың өміріне қарайтын болсақ, айтады, маған қатты сол оқиға ұнайды, жалпы сахабалар бір-біріне жеміс лақтырып ойнайды екен да. Бірақ олар солай демалған дейді да, яғни бір-бірімен. Алайда алла жолында бір нәрсе істе дегенде олар сапқа тұра қалатын дейді. Яғни олар не? Уақытын демалысқа да арнаған, және де жаңа сапқа тұру, яғни қызметке де арнаған. Сол секілді олар әйелдеріне де уақыт бөлген. Яғни кәдімгідей әйелдерімен, былай айтқан кезде айтады ғой бір сахаба, менің әйелім мен үшін қалай сәнденгенін жақсы көрсем, мен де ол үшін сәнденемін деп тұрып сәнденетін болған. Сондай-ақ біз мына нәрсені де ұмытпауымыз керек, яғни қазір чувство винаға келмей тұрып, бұл жерде не нәрсе? Тәннің ақысы деген нәрсе бар, нәпсінің ақысы деген нәрсе бар. Яғни сен, нәпсің ол көлік секілді дейді. Егер көлігіңді қамшылай берсең, сен діттеген жеріңе жете алмайсың дейді. Ал егер көлігіңді бос жіберсең, ол өзінің бағытына қарай сені алып кетіп қалады. Олай болса, белгілі бір жерде қамшылап, белгілі бір жерде тоқтап, демалатын жерде демалып, былай айтқанда біз тәніміздің де, нәпсіміздің де ақысын не істеуіміз керек? Беріп отыруымыз керек. Бұған арнайы марапаттау техникасы бар, яғни техника демей ақ қояйық, бірақ жалпы марапаттау жолы бар. Ол не? Сен бір жетістікке жеткен кезде марапаттау өзіңді. Мысалы, жаңағыда айтайық, бір проект алдыңыз, проекттің бітетін кезінде өзіңе бір марапат қойып қой. Мысалы, мен осы жұмысты бітіргеннен кейін, білмеймін, бір тауға шығып демаламын, немесе өзіме бір көйлек аламын деген сияқты бір нақты мотивация болу керек та. Ал бізде көбіне қалай? Бір проект бітеді, бір проекттен кейін екіншісіне кірісіп кетеміз, немесе бір проект бітпей жатып, біз екінші проекттен келісіп қоямыз да, сол кезде бізде жаңағы айтқандай нүкте қойылмайды. Бұл адамды шаршытады, қажытады, соңында адам выгоранияға түсіп кетеді. Ал енді чувство виныға қатысты келетін болсақ, бұл енді бала кезден келе жатқан нәрсе бар. Нәрсе, оның өзімен де мен де жұмыс жасағам. Мынандай нәрсе ғой, біз бала кезімізде жаңа айтқандай бізге демалуды да үйреткен жоқ. Бізде керісінше білесіздер ме? Демалған кезде не дейтін еді? Жата бересің ба? Түске дейін ұйықтайсыңдар ма? Деген сияқты. Ол бала кезінде балада, яғни бір түсінік қалыптасады. Қандай? Мен жатуым үшін надо заслужить деген сияқты. Мен оған лайықты болуым керек. Ал енді ол бала қай кезде лайықты болатындығын білген жоқ, себебі оған балам сен лайықтысың, демалып ал деп айтатын ата-ана болған жоқ. Сол кезде бізде не істейміз? Ол жаңағыдай жұмыс жасай берді, ол әдетке айналып кетті да, оған кәдімгі әдетке айналып кетті. Енді біз есейдік, қазір бізге үйтіп ұрсатын адам жоқ, бірақ ішіміздегі біздің критигіміз жеткілікті. Жаңағыдай, сонда ол неме жата бермекшісің ба осылай деген сияқты айтқанға. Алайда қараңызшы, исламның кереметі, сен жатудың өзінде мақсатың демалу және одан кейін күш жинап ары қарай жүру болатын болса, онда сен олыңда құлшылық болып саналады. Сондықтан да бұл жерде чувство виныдан бұрын бұл қаншалықты рас деген сұрақ қою керек та. Шынымен мен ол жерде кінәлімін ба? Шынымен мен қазір проект маған ғана байланысты ма? Немесе жаңағыдай жұмысты мен қазір демалып қалсам, шынымен ол проект құрдымға кете ма деген сияқты. Және мен артық алып тұрған жоқпын. Өйткені чувство вины көбіне бізде осы артық алып болғаннан болады, және балалық шақтан келе жатқан нәрседен болады. Сондықтан бізге кейде өзімізге жай ғана сен демалысқа лайықтысың, себебі сен 5 күн жұмыс жасадың, сен жексенбі күні ұйықтасаң болады деген сияқты жай ғана рұқсат берудің өзі кәдімгідей ауызбен, бұл өте үлкен көмек. Машалла. Мен сенімді болып отырмын, барлығында болған сияқты чувство вины дейтін. Бәрінде бар ол. Мен өзім поколением білем ғой десең. Барлығында болған сияқты. Алла разы болсын. Ұстаз күшті ашып кетті мына тақырыпты деп ойлаймын. Тән ақысы, нәпсінің ақысын беру туралы. Келесі сұраққа көшсек онда. Жауап алдық па? Ұстаз сіздің сұрағыңызға жауап бере алды ма, ханым? Жауап бере алды. Ары қаратай әрекетке қосамыз, бұйырса. Келесі сұрақ. Ассалаумағалейкум, ұстаз, сізді көргеніме қуаныштымын. Мен аяқта ең үлкені мен екем, 33 жаста. Менің сұрағым әрине бала туралы, бала мен ананың несіндегі. Менің сұрағым мынандай, менде 3 балам бар, соның біреусі ерекше балам бар. Енді мен өзімде дамығым келеді, бірақ ол баланы дамытқым келеді. Бірақ стараюсь 50/50 бөлісуге. Бірақ менің шамам жетпейді. Шаршайым, одан да басқа да енді тірліктер болғаннан кейін. Бірақ приоритетті өзіме қойған абзал ма, әлде балаға қойған абзал ма?
мен мысалы 50-50 ұстағым келеді, бірақ өз-өзіме сомневаться етемін, мен дұрыс жасап жатырмын ба, может быть мен емес бірінші баламды дамытуым керек, сол жолға көбірек күш жинауым, көбірек күш жұмсауым керек па, әлде өзіме көбірек күш жұмсауым керек па деген сондай ойда сұрағым бар. А сіз үшін даму деген не? Мен үшін даму деген Мысалы сіз айтып жатсыз ғой, мен дамуым керек. Не ол сіз үшін даму? өзімнің ішкі қалпымды нықтылау деп, өзімнің өзімнің ямды нету аталайды, тұрақты бір деңгейде ұстау деген сияқты ше. Ары бері жаңағы адамдардың сөзіне ерік кетпей, либо қоғамға ілес кетпей, өзімді бір деңгейде ұстау деп нетем. Сіз қашан мен міне сондай деңгейге жеттім деп айта аласыз? Ол үшін қандай белгілер болу керек сізде? Ондай белгі жоқ деп ойлаймын, ол адам өлгенше дамып өту керек сияқты. Солай ойлайсыз ба? Да. А балаңызды қашан дамыған деп айта аласыз? Баламды білмеймін, енді ол түсінігі өз қалпына келіп сөйлей бастағанда ма, Ол мүмкін ғой, яғни емі бар ғой. Точно менде не жоқ аталайды, айтып тұрмын, не жоқ, соны түсінбей жатырмын да, менің точка А бар, точка Б жоқ, мен соны түсінбей тұрмын да. Міне осы нәрсе ғой негізі. Біз неге жылдық жоспар құрамыз? Өйткені А нүктесі мен Б нүктесін бізге белгілеп алу маңызды. Қашан бізде Б нүктесі жоқ болған кезде біз Б нүктесіне жетпегендігімізден шаршай береміз да, босқа. Енді қараңыз, сіз қазір даму деп айтып жатқан нәрсе ол әркімнің түсінігінде әртүрлі. Мысалы сіздің ойыңызда, менің ойымда мысалы даму деген ол Құран жаттау болуы мүмкін да. Мысалы 30-шы параны жаттау. Сіздің ойыңызда даму деген білмеймін, ағылшын тілін үйрену шығар. Мысалы сіздің ойыңызда даму басқа, мен нағыз жерде отырған қыздардың бәрінің ойында даму басқа. Сондықтан сізге өзіңізге бірінші даму деген сіз үшін не? Нақты мен қашан өзімді дамыған адаммын деп айта аламын деген сұраққа жауап беру керек секілді. Себебі бүгінгі қоғамда даму керек дегенде бәрі өзінің курсын сату үшін даму керекті айтады да, ал не ол даму деген? Мен ойлаймын, мысалы бала тәрбиесінде жүрген аналар, сен бәрібір бала тәрбиесі үшін бір нәрсе оқыған кезде сен не істейсің? Дамып жатсың. Сен мысалы баламен былай сөйлесу керек екен ғой дегенді бүгін үйреніп келдіңіз. Дамыдыңыз ба сіз? Дамыдыңыз. Бірақ біз осыны бөліп аламыз да осы жерде. Мен мынау балам үшін даму, мынау мен үшін деген, өзім үшін дым істемедім деген сияқты. Сондықтан да бала тәрбиесінде жүрген әйел егер баланы дамыту үшін де бір нәрсе жасап жатса, менің түсінігімде ол дамып жатқан әйел. Білесіз бе, тіпті батыс елдерінде керісінше көп балалы аналарды жұмысқа алуға тырысады екен да. Яғни балалар өскеннен кейін неге? Өйткені олар күшті маркетингті құра біледі дейді. Яғни олар уақытты жоспарлай алады, балаларына қарай, әркімге әртүрлі тапсырма бере алады деңгейіне қарай деп айтады. Сондықтан да бұл жерде ең алдымен даму деген нәрсе сіз үшін не деген сұрақты қойыңыз. Және сіз жаңа айтып жатсыз ғой, өмір бойы дамимыз деп. Я, ол солай. Алайда сізде бір жылдыққа ең болмағанда, немесе білмеймін, бір айлыққа, 6 айлыққа деген сияқты сізде дамудың нақты жоспары болу керек. Сонда сіз жаңа 50-де 50 болсын, 30-да 70 болсын алып жүре аласыз. Ал қазір сізде жаңа Б точка деп айтып жатырмыз ғой, мақұл, бір сіздің Б нүктеңіз бар. Сіз ол Б нүктесін де сіз жылдарға бөліңіз. Яғни сіз қазір Б нүктеңізді бір жылға ең болмағанда белгілеп алсаңыз, онда сіздің анау соңында әйтеуір баратын Б нүктеңіз шығады. Ал бізде қазір көрдіңіз бе, сізде Б нүкте жоқ болғандықтан сіз дамып жатсаңыз да өзіңізді дамымай жатқандай сезінесіз де. Мен қазір біліп тұрмын, шамамен сіз бір нәрсемен айналысасыз. Ондай балаңыз бар болса да, жаңа айтып жатсыз өзіңді 50-де 50 деген сияқты. Ал енді әрдайым өзі дамыған ана ол баласын бәрібір дамытады. Мен білмеймін, мүмкін балаңыз ауыр, енді ерекше болғандықтан оған ерекше күтімдер керек шығар. Алайда бұл деген сөз мысалы баламызға көңіл бөліп кетіп өзімізді ұмытып кету емес. Сондықтан мен қазір сізге айтар едім, Б нүктеңізге белгілі бір уақытқа бір не қойыңыз, жоспар, мақсаттар қойыңыз. Өйткені қазір сізде ол болмаса, сіз Б нүктеңді анық білмеймін деп тұрсыз ғой. Өйткені сіз оған қалай жететінді білмейсіз ол кезде. Сіз жасай бересіз, соңында шаршап, выгорать етіп кетесіз босқа. Өйткені сіз анық көрмей тұрсыз. Микрофон. Б нүкте менің жылжып жатыр ғой. Мен мысалы Б нүкте, бізде мысалы аутизм несі бар, я. Оның қалпындағы балалар қазір мектепке барып жүр, оқып жүр да, бірақ менде балам барады, оқиды, бірақ өзінің қалпындағы балалар сияқты емес. Ол все равно 2-3 жылға қалып келе жатыр да. Сондықтан мен Б нүктем, мен ананы қуып жетем дегенше, мен Б нүктем уже ар жаққа қарай ауысып кетеді. Ол сіздікі ме, баланыкі ма? А? Ол сіздікі ме, баланыкі? Баланыкі. Көрдіңіз бе, осыны айырыңыз.
бұл жерде сосын приоритет бойынша бұл кісі приоритетті көбірек өзіме берейін ба, балама берейін ба? Бұл жерде таңдау керек емес. Сізде мынандай болып тұр да қазір, ақ па қара ма? Бірақ ортада қаншама түстер бар ғой. Яғни балам ба әлде мен бе деген сияқты таңдауды қоюдың өзі дұрыс емес та негізі. Егер сіз қазір өзіңізге де Б нүктесін қойып алсаңыз, мысалы сіз балаңызға қатысты Б нүктені көріп отырсыз ғой, аналарды қуып жету керек деген сияқты ма, бір сөйлей алуы, өзі оқи алуы деген сияқты, оған қатысты сізде не пайда болды? Ол үшін мысалы мен баламды логопедке берем, білмеймін, жаңағы арнайы мектепке берем деген сияқты балаңызға қатысты Б нүктесін көргеннен кейін сізде нақты оған қатысты не пайда болады? Жоспар және оған сай қадамдар пайда болады, дұрыс па? Ал енді өзіңізге қатысты да сондай болу керек та. Сіз қазір екеуін қосып жібердіңіз. Сіз балаңыздың бұл нүктесін айтып, өзіңізді соған қосып жібердіңіз да. Және де мына жерде мынаны білу керек сияқты. Иә, сіз себептерді жасайсыз, бірақ шипа Алладан ғой. Қазір сіз қолыңыздағы жоқ нәрсеге ұмтылғандықтан да сіз бұл нүктесін көре алмай тұрсыз да. Ол қалай? Сіз қазір иә қолыңыздан келген жасап жатсыз ғой, жаңағыдай балаңыз жаңағы қасындағы балалармен бірдей болсын деп. Бірақ шипа оған 1 жылда келу мүмкін, 1 айда келу мүмкін, мүмкін 10 жылда келу мүмкін, біз білмейміз оны. Бірақ сіз қолыңыздағын жасап жатсыз да, артық жүк алмаңыз өзіңізге. Және осы сәтте ал не өзім үшін не істей аламын? Ол үшін 50-50 деп бөлудің қажеті жоқ. Осы жолда мен баламды осыған жеткізу үшін мен өзіме не бере аламын? Өзіме қандай қолдау көрсете аламын? Жай ғана осы сұрақтарға жауап беру. Өзіме қандай мен қамқорлық көрсете аламын? Және осы жолда маған кім көмектесе алады? Мысалы, жолдасым, әпкем, білмеймін, тағысын тағы деген сияқты. Надан біз не қылуымыз керек, айырылуымыз керек. Ақ пен қара, или деген ойдан. И дегенді қосуымыз керек қой. Және мен және балам бірге дамимыз. Ол үшін балама қатысты белгілі міне сізде негізі жоспарлар бар, анық, яғни қалай да оны дамытамын, немесе қалай жаңа ем болу үшін оған жеткізем деген сияқты. Енді осы жерде де сонымен қатар өзім үшін не істей аламын? Ол жерде процентпен есептеудің керегі жоқ. Яғни не істей аласыз қазір өзіңізге? Айтыңызшы осы жерде. Өзіме ма? Өзіңіз үшін. Өзім үшін. Мен өзім үшін діни базовый білім алғым келеді. Ағылшын тілін үйренгім келеді. Ағылшын тілі не үшін керек сізге? Шетелді аралағанда ешкімге жүк салмай өзім свободно сөйлей алу үшін. Мақсат тек шетелді аралау үшін ба? Шетелді аралау үшін. Енді болашақта бәрібір де мен 3 бала шағам өсіп келе жатыр, олар менде тіл табысу үшін, бір тілде сөйлеу үшін деген сияқты ғой. Ағылшын керек болу үшін. Енді мен дамудағы нем ғой. Жоқ, түсініп тұрмын. Иә. Айтқым келген нәрсе, ағылшын білмесеңіз, сіз дамыған болып саналасыз ба? Ағылшын білмесе, менде андай бір генштальт жабылмай тұратын сияқты болып тұр есептеледі менде. Жақсы, мақұл. Онда айталық. Екі нәрсе қазір сізде приоритетте тұр даму үшін. Бірі ағылшын үйрену, бірі дін үйрену. Базалық дінді үйрену. Жақсы. Дәл қазір базалық дінді үйрену үшін бір айдың ішінде демей ақ қойын, міне, алдағы 3 күннің ішінде сіз неден бастай аласыз? Пайғамбарымыздың өмірбаянын оқып бастап, Құранға түсіп, алфавит жаттап. 3 күннің ішінде деп. 3 күннің ішінде. Нақты қайсысын бастай аласыз? Не істеп бастай аласыз? Өмірбаян оқу. Бар ма кітап сізде? Бар. Бірінші сізде қазіргі тапсырма, ол пайғамбарымыздың өмірбаянын оқу. Екінші, бар ма? Екінші, Құран үйренгім келеді деген сөзді естідім. Құран үйренгім келеді. Бірінші неден бастай аласыз Құран үйрену үшін? Алфавиттан. Алфавитті қайдан үйрене аласыз? Мешіттен. Бара аласыз ба мешітке? Бара алам. Екінші қадам мешітке барып, барып жүрмін, алфавит үйреніп жүрмін. Альхамдулилля. Осы сенбі. Яғни сіз дамып жүрсіз ғой. Сіздің курсыңыз арқылы барып жүрмін. Сіз дамып жүрсіз ғой онда. Сіз жоспардағы бір. Енді ағылшын үшін 3 күннің ішінде не істей аласыз? Ағылшын үшін мекеме табам, үйімнің қасында ағылшын үйрететін, соған жазылам. Жүк көп болып кетпеді ма? Альхамдулилля. Яғни сізде не істеп жатырсыз? Б нүктеңізге қарай, міне, Б нүктеңіз сіздің ағылшын үйрену, шетел аралау үшін тағысын тағы, базалық дініңізді үйрену. Сіз қазір 3 күннің ішінде бастайтын қадамыңызды көрдіңіз. Сізді Б нүктесіне апаратын. Ол курсқа жазылу ағылшыннан, мешітке барып жүрсіз, енді пайғамбарлардың өмірін оқу. Сіз дамып жүрсіз ба осыны істеген кезде? Мен осының бәрін істеп жүрмін, бірақ ішімде как будто
не жоқ. иә, өйткені сізде Б нүктесі нақты емес. Сізде Б нүкте анық болғанда сіз оған қарай жасап жүрген қадамдарыңызды көріп бастайсыз да. Сосын ағылшын деңгейінің өзін бөлуге болады қазір сізде. Білмеймін, бірінші деңгейді мен 3 айда оқып бітемін. Сол кезде сіз 3 айда оқып біткен кезде сізде мына жеріңіз, ішіңіз тынышталады. Өйткені сізде нақты мақсат болды, сіз нақты мақсатқа жеттіңіз. Ал сіз ағылшын үйрену, қандай деңгейде үйренгіңіз келеді, және оған қанша уақыт бөліп тұрсыз деген нәрсе да бұл жерде. Түсіндіре алдым ба? Ассалаумағалейкум, ұстаз. Сізді көргеніме қуаныштымын. Менің сұрағым кішкене ауытқып кетеді тақырыптан. Жалпы тұрмыс құрдым. Альхамдулилля, 1 жылдан асты тұрмыс құрғаныма. Тұрмыс құрмай жатып, менде универдің сабақтары болды, және де мешіттің сабақтары болды. И өзімнің мысалы құрбыларым, ортам, ай құрбым сияқты сондай жалпы былай қараған кезде бір орында тұрмай дамып жүрген сияқты болатынмын. Тұрмысқа шыққаннан кейін менде оқу дипломды алып шықтым, жұмыс істеген жоқпын. И барлық нәрсе тоқтап қалды сразу. Енді осы 2025-ті еске алатын болсам, менде көбінесе энергиям жоқ, күйзеліске көп түсетін адам ретінде өзімді солай көріп тұрмын. И енді сол нәрсені мен жөндеп алға қарай жылжығым келеді иншалла. Сұрақ сол енді энергияны қалай басқарсам болады? Жақсы. Сіз Гүлмирасыз ба? Иә. Машалла. Бұл жерде біріншіден қараңыз. Қазір сізде өткен жылыңызға көңіл толмаушылық болып тұр, мен түсінуімше. Солай ма? Иә. Енді көңіл толатын не болды? 1 жыл бойы көңіл толатын ештеңе болмады ма? Өміріңізде қуанышты? Болды. Мысалы? Жаңағы айтқандай айқұрумен әртүрлі шаралар өткіздік. Қанша шара өткіздіңіз? 3 жылдығын тойладық, Рамазанға дайындық, Рамазанды бірге өткіздік почти. Құран жаттауым тоқтап қалған еді, соны қайта қолға алдым. Машалла. Ұстазбен. Солар бар. Осы нәрсе не береді сізге? Осы нәрсе сол нәрселермен айналыссам, менде жүрегім тынышталады. Сіз айналыстыңыз ғой, бірақ осының арасында бұрынғыға қарағанда аз болса да. Иә. Олай болса, бірінші өткен жылдың жетістіктерін жазамыз. Өткен жылдың жетістіктері. Иә, өйткені қазір сіздің түсінігіңізде өткен жылы ешқандай жақсы нәрсе болмаған сияқты болып тұр. Бірақ сіз 1 жыл өмір сүрдіңіз ғой, және Алла сізге белгілі бір нығметтер берді. Сосын біз мына нәрсені ұмытпауымыз керек та, бойдақ қыздарға қатысты. Біз көбіне не істейміз? Бойдақ кезде активный болып жүреміз, белсенді болып, ана жақта, мына жақта, бүкіл жаңа қайырымдылық қорда, бүкіл жаңағы фондта жүреміз де, тұрмысқа шыққаннан кейін ол нәрселер бәсеңдейді. Осы кезде біз өзімізді тоқтап қалғандай сезінеміз. Алайда ең басты бұл жердегі мәселе, тұрмысқа шыққаннан кейін біздің фокусымыз ауысатынын ұмытпауымыз керек. Өйткені сіздің фокусыңыз бұрынғыдай тек өзіңізге емес, қасыңызға бір адам қосылады. Ата ене туған туыс бар болса, оларға кетеді. Сондықтан да бұл жерді тоқтап қалу деп ойлау негізі қателік. Өйткені ауысады деп айтсақ болады. Себебі бұрын сіз мысалы еркін жүрген болсаңыз, қазір сіз еркін жүре алмайсыз. Кешке біреуді күтіп алу керек, сіз оған тамақ істеуіңіз керек, тағысын тағы сіздің құлшылықтарыңыз да ауысады ғой. Және сіздің міндеттеріңіз ауысады, және де мақсаттарыңыз ауысады. Сіз бір адам үшін мақсат қоймайсыз, бірге отбасылық мақсаттар құра бастайсыз. Сондықтан да бұл жылды бір тұрмысқа шыққан, әсіресе осы алғашқы жылда бізді осындай, мен тоқтап қалдым, мен үйтіп қалдым деп ойлау негізі үлкен қателік болып саналады. Сіз бұл жерде приоритеттеріңіз, мақсаттарыңыз ауысып жатыр деп ойласақ болады. Яғни бір шыңға жеттіңіз, енді сіз үшін жаңа шың басталады. Және сол шыңға қарай енді сіз не істейсіз? Мақсаттар, жоспарлар құрасыз. Сіз бұрынғыдай жаңа айтып жатсыз айқұрбым деп. Айқұрбымда қонып, мысалы түнге дейін бір шараларда қазір жүре алмайсыз. Алайда сіз қазіргі халіңізге қарай белгілі бір көмек бере аласыз. Сондықтан оларды жоққа шығарып тастауға болмайды. Пайғамбар саллаллаху хадистерінде келеді, жалпы амалдың ең абзалдығы деген, яғни ол дәл қазір сізге не қажет, сол нәрсемен айналысу. Өйткені бойдақ кездегі амалдар, приоритеттер бөлек еді. Енді қазір сіз тұрмыстық өмірден кейінгі Айнұрға мысалы жаңа не құруыңыз керек, мақсаттар құруыңыз керек.
Енді энергия мәселесінде келсек, энергия негізі көбіне мақсаттың жоқтығынан пайда болады. Енді біз физиологиялық басқа нелерді айтпасақ, жалпы энергия бізде қай кезде жоғалады? Бізде нақты алдымызда мақсат жоқ кезде. Мысалы, сіз қыз кезіңізде энергия тауып барып жүрдіңіз ғой мешітке де, ана жаққа адамна. Қазір сізде қандай мақсат бар сізді оятатын таңертең? Көрдіңіз бе? Яғни қайтадан жаңа мақсаттарды қоясыз. Сол мақсатқа қарай бізде энергия не істейді? Пайда болады. Екіншіден, әрине ол тұрмысқа шыққаннан кейін денсаулықта өзгереді. Сондықтан да ол не? Денсаулыққа қатысты нақты мақсаттар қою. Өйткені сізде қазір рөлдер ауысады. Мүмкін ана боласыз, мүмкін келін боласыз, тағысын тағы. Яғни біз жаңа мақсаттар қоюды үйренуіміз керек. Үшіншіден, энергияның жоқтығы, жаңа айттық қой, мақсат жоқтықтан болады. Біріншіден, екіншіден физиологиялық, ол жерде жаңа витаминдердің жетіспеушілігі тағысын тағы болуы мүмкін. Үшіншіден, кейде шынымен біз тоқтадық қой, жаңымыз айтып, тұрмысқа шыққаннан кейін. Сол кезде приоритеттерді ауыстыру керек болады. Бұрынғы өмірмен байланып, мен қыз кезімде бүйтетін едім, қыз кезімде сөйтетін едім деп сол Айнұрды сағына берудің қажеті жоқ. Ол сіздің одан сайын энергияңыз жейді. Қазіргі Айнұр не істей алады? Мысалы, 3 баласымен Айнұр не істей алады? Тұрмыстағы Айнұр не істей алады? Алдағы мақсатқа қарай ұмтылу керек та. Көбіне бізде мақсат жоқ кезде сол жата береміз, ұйқымыз, төсектен тұрғымыз келмейді. Мысалы, қараңызшы, кешке қарай күйеуіміз келетін кезде біз тұрамыз, тамақ істейміз ғой, Неге? Өйткені бізде нақты мақсат бар. Кешкі тамақты жасау керек деген. Оған дейін біз жатуымыз мүмкін да кешке дейін. Энергиям жоқ, шаршап жатырмын, тағысын тағы деп. Сондықтан да бұл жерде қашан бізде нақты мақсатты біз көріп тұрамыз, сол кезде біз оған ұмтылатын бізде күш-қуат пайда болады. Сонда күнімізді уақытқа бөлуіміз керек па? Әрине. Уақытты басқару деген нәрсе бұл, біз уақытты тоқтата алмаймыз, немесе уақытты ұзарта алмаймыз, алайда біз уақытты реттей аламыз. Қалай реттейміз? Ең алдымен, 5 уақыт намаздың өзі негізі Алла Тағала бізге уақытты реттеу үшін беріп қойған. Яғни сен бір жаққа баратын кезде де не істей аласың? Уақытты реттей аласың. Мен қазір 5-ге дейін базарға барып келуім керек, 5-ің қаза болып кетпес үшін деген сияқты. Немесе 5-нен кейін шығайын, сол кезде мен ол жақта екінтімен ақшамды оқиын деген сияқты. Біз не істей аламыз? Уақытты бөле аламыз, соған қарай. Екіншіден, жаңа айтып кеткендей, уақытты реттеуде өте маңызды нәрсе, сен қай кезде белсенділік көп таныта аласың. Өзің тұрған кезде, мысалы, біреулер таңертең тұрып, жүгіріп, спортқа барып, күшті белсенділік таныта алады. Олай болса, сен ең маңызды істеріңді сол уақытқа қоясың. Ал біреулерде керісінше түнде болуы мүмкін. Әрине бұл дұрыс емес. Бірақ та түнде болуы мүмкін. Онда ең маңызды істер түнге қалдырады деген сияқты. Үшіншіден, Алла Тағала Құран кәрімде өте көп уақыттармен ант етті. Мысалы, түнмен ант етті, күндізбен ант етті, асырмен ант етті. Осының барлығы, осы уақыттардың барлығының ерекшеліктері бар деген сөз. Уақытты біз қазір тоқтатып қоя алмаймыз, алайда біз уақытты тиімді пайдалануға тырысуымыз керек. Жаңа айтып кеткендей, негізі кезінде сахабалар болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болсын, негізі таңғы уақытқа өте үлкен мән беретін болған. Таңғы уақытта үмметіме береке бер деп те дуа еткен. Бүкіл миллионер, миллиардерлердің кітап өмірлерін оқысаң, барлығының таңғы ритуалдары бар, Егер біз таңды телефонмен атыратын болсақ, онда біздің күніміз телефонмен өтеді ғой. Егер сіз таңыңыз Құранмен ататын болса, онда сіздің күніңіз берекелі болады. Біз 24 сағат соза алмаймыз, алайда біз сол 24 сағатқа береке кіргізетін әрекет амалдарды жасай аламыз да. Ол Құран оқу, ол Алланы еске алу, ол өзімізге шүкірлік дәптерін толтыру, ол өзімізбен мысалы уақыт бөлу, ол отбасымызбен таңғы уақытты бөлу мысалы. Көбіне біз не істейміз? Сол нәрседен әйел кісілер ресурс алады негізі. Алайда біз таңертең тұрамыз, сәл 5 минут болсын ұйықтап алайықшы деп тұрғандықтан намазға кеш жүгіріп оянамыз да, әйтеуір апыл-ғұпыл оқып алайық, ойбай жұмысқа кеттім деп тағы да сөйтіп шығамыз. Сондықтан бізге уақытты реттеу өте маңызды, қыздар. Ал осы ұстаз жаңағы уақыттың берекесі ғой ол. Қыздарменен нақты бөлсекші. Мысалы, біздің уақытымыздың берекесі кіру үшін жасау керек 3 амал. Ең алдымен ол әрине таң намазы. Таң намазын қаза етпеу. Таң намазын қаза етпеу, таң намазын оқу. Екіншіден Құран оқу. Міндетті түрде. Үшіншіден шүкірлік білдіру. Өйткені бүгін сен оянып тұрсаң, онда бұл Алланың саған берген ең үлкен ресурсы ғой. Өйткені қаншама адам бүгін оянған жоқ. Егер біз таңертең тұрған кезде шүкіршілікпен арттырсақ, Алла Тағала арттырам деді. Біз немен оянамыз? Тағы да ұйқым қанбай қойылды деген сияқты біз таңда тұрғанда шағыммен оянғандықтан біздің көңіл күйіміз кешке дейін шағыммен өтеді. Былай қарап тұрсаң, 3 амал: таң намазын оқу, ең қысқа намаз ғой таң намаз.
енді дұғанмен бірге максимум 10 минут дейікші. Бір Құран оқу жарайды болды 5-10 минут. Шүкіршілікті кәдімгі дәптер алып тым болмаса бір бет жазатын болсақ та, ол да максимум 5-10 минут екен. Былай қарасан 24 сағатымыздың берекесі сонда біздің тең 24 минутқа болып тұр ғой, 24 минутты өзімізге бөліп осы 3 ритуалды жазсақ, біздің 24 сағатымызға береке кіреді. Иншалла, Алланың қалауымен. Әрине, ол Алла тағаланың берген уәдесі ғой ол. Өйткені кім Құранға уақыт бөлсе, Құран оған уақыт тауып береді дейді. А сен Алла уақыт саған берді, сен Аллаға уақытыңды арнаған кезде Алла оны арттырып берем деді. Және енді әрине одан басқа көп садақа беру, мысалы, туыстық қарым-қатынас, мысалы, ата-ананың батасын алу. Біз көп бүгін ұмытып кететін нәрсеміз, ата-анамызға жай ғана жазып қояқшы, бүгінгі менің күніме анашым қалайсыз, әкем қалайсыз, маған бүгін дұға етіңізші деп жазып қойыңызшы, міне нағыз береке осы жерде. Алайда біз кейде ата-анамызбен сөйлесуге уақыт таппай жатамыз да, одан кейін береке қайдан болсын бізде. Енді осы жерде Айнұр ұстаз өте жақсы техникамен бөлісті. Шайнап бердік деп айтсақ та болады. Міне 24 сағаттың берекесі болу үшін 24 минуттық дүниені жаса. Енді сіздерден қалған нәрсе, көрермен экрандар жағынан қарап отырған көрермендерге қалған нәрсе, нәпсімен күресіп осы нәрселерді жасау. Күнделікті әдетке айналдыру. Иншалла, Айнұр ұстаз айтқандай, бұл Алланың берген бізге уәдесі. Күніміздің, уақытымыздың берекесі болып, жаңағындай күйзеліс, депрессия деген нәрселерден шығуға себеп болуы мүмкін. Мен тағы да мына жерде мына нәрсені айтқым келеді. Біз уақыт жасаған кезде, бізде қарасаңыздар, демалысқа, жаңа айттық қой, біз демалысқа уақытты да қосуымыз керек. Әр күні маған ресурс беретін, мен өзімді қалдыратын, маған қуаныш сыйлайтын, былай айтқанда, жаңа көлікті біз күнде бензинмен толтырғанымыз секілді, көліктің де нелері бар, бензиннің де түрлері бар, 92, 95 деген сияқты. Бізге де күнделікті 95-ті өзімізге құйып отырмыз керек қой. Ол үшін жай ғана, міне мен сіздерге айтайын, жай ғана маған бүгін не қуаныш сыйлай алады? Немен мен айналыса аламын маған қуаныш сыйлайтын? Мысалы, мен бұрын былай ойлайтын, мен шетелге шықсам, жаңағыдай қуанам деп, мен Түркияда 1,5 жыл тұрып келдім. Маған сол былай жетті. Ондай емес екендігін түсінуге. Мен жақында Ақтауға барып келдім. Маған бір теңіздің жағасынан қонақ үй алу деген өте маңызды болды. Теңіздің жағасынан қымбат болса да қонақ үй алып жаттым мен. Бірақ мен соңында не түсіндім білесіздер ме? Пайғамбар саллаллаху бекерден бекер әйелдің жаңағыдай тыныштығы, тынышталатын жері ол үйі деп айтпаған екендігін түсіндім да. Қазір маған дәл міне съемка, жұмыс бәрін бітіріп, үйіме барып бір кәдімгі ыстық жаңағыдай шаймен шоколад жеу маған ең үлкен ресурс екенін түсіндім. Ол үшін маған Түркияда 1,5 жыл тұрып келу керек болды. Ол үшін маған Ақтауда қонақ үй, теңіздің жағасынан қонақ үй алу керек болды деген сияқты ғой. Яғни біз кейде жай ғана қолымызда бар ресурстарды пайдаланбаймыз да, біз жоқ ресурсқа ұмтыламыз. Қараңыздаршы, мен демалуым үшін тауға баруым керек, мен андай болуым үшін бүйтуім керек деген сияқты. Егер мысалы сіз күнде тауға бара алмайсыз, күнде Түркияға бара алмайсыз, олай болса мен күнде үйде отырып не нәрсені өзіме бөле аламын, осын қояқшы сұрақты. Мен не істей аламын өзім үшін? Ол балаларың үшін емес. Жаңа айтып жатырмыз біз даму деп. Бұның өзі даму да негізі. Өйткені сен өзіңе уақыт бөлуді үйрендің. Сен жаңа чувство винысыз демалуды үйрендің. Тәннің ақысын беруді үйрендің мысалы, бұның өзі негізі даму. Қыздар, даму деген міндетті түрде бір нәрсе істеу емес. Себебі біз жоспарлаған кезде 8-ден 9-ға дейін Құран оқу, 9-дан 10-ға дейін подкаст тыңдау, 10-нан бір нәрсені тағы да біз не беріп тапсырма беріп тастаймыз да, задачалар беріп тастаймыз да. Оның ішінде демалыс жоқ. Біреулер айтады, кітап оқығаннан демалам деп, бірақ шынымен солай ма? Әлде кітап оқудың өзін әйтеуір бір нәрседен қалып кетпеу үшін оқып жүрміз бе? Осыған да мән беруіміз керек. Кейде жай ғана, білесіздер ме, мен жақсы бір не үйреніп алдым. Стресстен шығудың жолы, жаңа біз айтамыз, тревога қосылады бізде көбіне. Жай ғана сол кезде терең тыныс алу. Мысалы, мен осыны бірнеше күннен бері кәдімгі бұрында қолданатын, бірақ бұрын бұндай әсерін көрмеппін. Қандай техника ол? Оны мен жаңа ниетпен нәтижеде де бөлістім ғой. Сол жерде сол күні ғой, курс түсіріп жатқан кезде менде съемканың алдында ішім өтетін шығарыпты. Мен басында түсінбейтін, мен кафеде тамақ жегеннен, надан деп ойлап жүрсем, менде стресс переживаниядан болады екен да. Психосоматика. Сол кезде мен не істей бастадым? Жай ғана сол өзім курста оқыған техниканы жасай бастадым. Ол жай ғана демалу.
енді мына жерді ер адамдар көре ма көрмей ма білмей тұрмын, бөлісейін ба бөліспейін ба. Тіпті жаңағы ішің ауырып кеткен кезде сол нәрсені жасап мен осы жолы кәдімгідей шынымен тревожностьтан болып жатыр ма, әлде мен шынымен жаңағыдай дәрет қысып тұр ма деген нәрсені анықтадым да. Терең демалу. Қараңыздаршы, ол не істейсің, жай ғана оның түр-түрі бар енді әрине, бірақ жаңа сізді мазасыздық басып, чувство вины тағы бір нәрсеге кіріп бара жатқан кезде жай ғана бір жерге осылай тынышталып отырып, иә, осыны бірнеше минут жасаудың өзі кәдімгідей күшті сізге не сыйлайды екен, тыныштық сыйлайды екен да. Жай ғана сенің тәніңді сезу. Және сол жерде айтасың, Айнұр, қазір сенде бәрі жақсы. Жаңа айтып жатыр ғой, мазасыздық деп. Мазасызданатындай қазір ештеңе болып жатқан жоқ. Аллаға шүкір, сенде осындай деп сен жан-жағын қазір өзіңді осы сәтке қайтарасың ғой. Өйткені біздің жаңа тревожность, мазасыздық ол белгісіздіктен болады ғой, ертең не болады деген нәрсені білмеген кезде, енді қалай болады деген нәрсені. Сен өзіңді қазіргі сәтте қосуды үйренесің. Жай ғана осыны жасап көріңіздерші. Жаңа әлем қырылып жатса да сіз осы нәрсені жасап көріңізші. Және де екінші мәселе бұл не? Дәрет алу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бекерден бекер айтпаған екен ғой деп ойладым мен сол кезде. Өйткені айтады, жаңа психологтар сумен қарым-қатынас жасау керек деп айтады. Жылы су ішесің бе, бетіңді жуасың ба, талып қалған кезде білесіздер ғой, су шашып бүйтіп оятып жатады. Сол нәрсе. Сол кезде мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис бар ғой, кім ашуланса жаңағыдай отырсын, яғни позасын ауыстырсын дейді. Отырғаннан басылмаса да барып не істесін, жаңа дәрет алсын. Ол ашу шайтаннан, және су оны өшіреді деген. Сол кезде мен деп жаңағы енді стресске қарсы скорый помощь дейді ғой, жедел жәрдем, жедел көріп көмектесетін техникалардың бірі осы. Мен соны тыңдаған кезде пайғамбарымыздың хадисі ғой деген маған қатты ойыма келді да. Сондықтан да бізде көбіне уайым, мазасыздық, біз ертең не болады, мен қалай енді үлгерем, немесе әлі анау жоқ нәрсеге біз уайымдап мазасызданамыз да. Сол кезде бізді жай ғана қазіргі сәтімізге қайтарып, өзімізге шүкіршілікті ояту, осы бізге кәдімгідей тыныштық сыйлайды. Одан айтып кету керек сияқты, демалу ол рилс ақтарып тикток қарау жатпайды. Ол кірмейді. Демалу ол білмеймін, бәлкім керісінше рилс, тикток қарау негізі энергияны адамдың энергиясын алады. Сонымен қатар жақсы бір сөз естідім осы жақында ұстаздардың бір подкастынан. Адам мысалы стресс, депрессия, проблемадан құтылу үшін ішіп кетеді ғой, иә? Мысалы көп адамдар, ер адамдардан әсіресе. Бүгінгі күні көбісі сол стресстен құтылу үшін телефонға кіріп кетеді. Ол да бір мастықтың түрі дейді. Иә. Анау басқа реальностьқа түсіреді ғой сені. Маяқтағы информацияның барлығы миыңнан кетеді да, сен рилстағы информацияны өзіне қалдырып. Немесе не істейді, тамақ жеп бастайды қыздарда, әсіресе. Сондықтан да біз қараңыздаршы. Сонда ұстаз немен алмастырса болады? Енді тамақ жеуді, рилс қарауды. Бұл жерде мен өзім қазір алмастырып жүрген нәрсем жай ғана өзімді өзіме қайтару болып жүр. Өйткені менде де болатын, ол да болатын, менде жеуім керек, мен жаңағыдай бір нәрсе аузыма салуым керек деген сияқты нәрсе, бірақ жай ғана өзіңді қайтару сол моментте. Немесе шын мәнінде егер шамаң жетсе, өзіңді қинап болсын, сол моментте дәрет алып, жай намаздың үстіне отыру. Бұл өте маңызды нәрсе. Яғни сен жай намаздың үстіне отырып, мен қаншалықты егер бүгінгі күні айтады ғой, йога, басқа нәрселерді, егер біз намаздың құндылығын түсінсек, онда біз намазда сен жаңа бар ғой, бүкіл тәніңмен Аллаға иілу, бүкіл тәніңмен, жаныңмен Алланың алдында тұрғаныңды сезіну деген осы тыныс алу техникаларының бәрі соған алып келеді. Яғни сен өз-өзіңді сезінуге, кімнің алдында тұрғаныңды сезінуге деген сияқты. Сонда жай ғана жай намазға отыру, сен кімнің алдында тұрғаныңды сезіну, осының өзі бізге не алып келеді? Тревожностьымызды басады. Бағана подкасттың басында айтқан Алла сен жақта екенін еске алу ғой. Және тағы бір нәрсе, егер де сіз мысалы әншейінде тамақ жеумен немесе телефонға кіріп кетумен кіріп кетіп жүрген болсаңыз, жай ғана сіздің осы бір әрекетіңізді өзгерту, яғни фокусыңызды телефоннан немесе жаңағыдай нәрседен ауыстыру сізге басқа нәтиже әкеледі. Яғни сіздің нәтижеңіз басқа болу үшін сіз әрекеттеріңізді өзгертіп бастау керексіз. Өйткені сіз әрекетіңізді өзгертпесеңіз, нәтиже басқа күтпеңіз. Сіз алма егесті
қашан алмұрт шығады деп күтіп отырғанмен тең болады да ол. Алмұрт қалайсыз ба, сіз алмұрт егу керексіз. Ол үшін сіз дәнін өзгерту керексіз. Ол үшін сіз қадамдарды өзгерту керексіз. Сондықтан да өзгеріс бұл жаңағыдай сырттан курстардың бәріне тойып алғаннан болмайды. Өзгеріс сен әрекет етіп бастаған кезде болады. Және біз әрекетіміз үшін сұраламыз, нәтижесі үшін сұралмаймыз. Айнұр ұстаздан осы шығарылым бойынша соңғы жауап болды. Сұрақ қоюға келген қыздар, бірінші сіздерге пайдалы бола алдық деген үміттеміз, ойдамыз. Экранның ар жағындағы көрермендер сіздерге де пайдалы бола алдық деген ойдамыз, үміттеміз. Болашақта сіздерді де осы жерде офлайн көреміз деген де ойдамыз, иншалла. Қыздар, кері байланыс. Жаңағы сіздің жауап беріп жатқаныңызға қарай жаңағы шеберлігіңізге бір жағынан тәнті болдым. Өзім ұстаз ретінде де осыған байланысты, жаңа мұғалім ретінде сұрақ қойғым келген. Сұраққа сұрақ қою арқылы өзін тануға көбірек фокус қойғаныңыз және де жоспарлауға байланысты детальды айтып кеткеніңіз өте қатты ұнады. Негізі база заттар, бірақ біз оны күнделікті жасамайтын сияқтымыз. Мысалы, шынымен бүгін мен не нәрсе маған қалай әсер етті деген сияқты жалпы жоспарлауға байланысты айтқан дүниелеріңіз өте қатты әсер етті. Рахмет көп, Алла разы болсын. Жалпы тағы айта өтейін. Сіздер Айнұр ұстазды халықаралық коуч маман ретінде тани алдыңыздар деген Айнұр ұстаздың 5 жылдық ілімінен жайлап нәр тата алдыңыздар деген ойдамыз. Жалпы осы жоспарлау 2025 жылды аяқтау, 2026 жылға қадам басу, өмірді өзгерту, хаостан шығу, уақытты жоспарлау, энергия, депрессия, мақсат қою тақырыптарында Айнұр ұстаз өзінің коуч ретінде алғашқы жобасын жасап жатыр. Жоба ниеттен нәтижеге деп аталады. Жобаның құны негізінде 70 000 теңге. Бірақ Айнұр ұстаздың мейірімділігімен таласып жатып 5 000 теңгеге түсірдік. Себеп бұл алғашқы жоба. Жаңа айтып кеткендігіміздей, екіншіден жылдың соңғы жобасы болғандықтан Айнұр ұстаз максимум түрде халыққа, өзінің тыңдармандарына пайдалы болғысы келді, және де тек қана жоба өз-өзін ақтайтындай етіп кішігірім чек қойдық. Айтқым келгені, егер де сіздерде осы тақырып мазалайтын болатын болса, осы тақырыпты тереңірек зерттеулеріңіз келетін болса, біз міндетті түрде описанияға менеджердің номерін қалдырып кететін боламыз. Сол жерден жоба туралы толығырақ біліп, менеджерлардан жобаға қатысу бойынша менеджерлардан хабар ала аласыздар. Мен қазір үлкен реклама жасап, көп нәрсе айтқым келіп тұрған жоқ. Сол себепті толығырақ білу үшін біздің менеджерларға жазсаңыздар болады. Қыздар, келгендеріңізге рахмет, ұстаз, жауаптарыңыз үшін рахмет, үмметке пайдалы болып жатқаныңызға рахмет, ары қарай іліміңіз, біліміңіз арта берсін. Алла разы болсын сізге. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Сіздермен бірге болған Нұр жобасының екінші шығарылымы. 90% көрермендер подпискасыз көреді. Сіздердің подписка басқандарыңыз, лайк басқандарыңыз және комментарий жазғандарыңыздың өзі негізінде сіздерге сауап болуы мүмкін. Себебі сіздер ол арқылы осындай пайдалы каналдың охватын өсіресіздер. Охват өскен сайын басқа адамдарға сіз сияқты осы білімге бәлкім мұқтаж болып жатқан, қажет болып жатқан адамдардың көруіне себепкер болуыңыз мүмкін. Сол себепті тегін тұрған 1-2 секундтық қадам, лайк басып, подписка жазып, комментарийда өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіп кетіңіздер. Бұл біз үшін өте маңызды. Баршаңызға Алланың сәлемі мен берекесі болсын. Келесі шығарылымдарда сіздерді күтетін боламыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.